рак ауру деп диагноз қойылады, емделмейді, мүмкін емес деп айтамыз. Емделеді негізінде. Қандай сезімдерің туындайды? Кешірмеймін, шіріп кеткенше кешірмеймін, мен лучше өліп қалайын, мен сені кешірмеймін деген жаман программалардың түбінен келген ауру ғой. Баланы травмалардан аман алып қалудың жолдары қандай? Ол мүмкін емес. Травма деген қуаныштан да болуы мүмкін, реніштен де болуы мүмкін. Қатты бақытты болып кетсек те өліп қаламыз. Сіздің бұл салада 35 жылдық кәдімгі оқыған, академиялық білім алған еңбектеріңіз бар. Іздендім, өте көп дипломдар алдым. Психосоматика дегеніміз не? Тәнді дәрігерлер емдейтін болса, жанды психосоматологтар емдейді. Күнделікті өмірде біз денсаулығымызға қаншалықты мән беріп жүрміз? Диагностикаға келген кезде мен денедегі памятпен жұмыс жасаймын. Мендегі терапия ол транс терапиясы, игроман, наркоман дейміз ғой, сондайларға қолданамыз. Осы аллергияның түпкі себебі неде? Қабылдамау, тұрып жатқан жерін жақтырмау, іштей не істеп жүрмін деп өзін ұнатпау. Бауыры ауырады, мысалға бүйрегі ауырады адамдардың. Бауырын ренжікке қимаймыз, қатты жақсы көреміз. Бірақ сол бауыр ренжіте береді ғой. Бүйрек ауру ол қысылып өмір сүру, қиналу. Сол кезде дене не істейді? Ауруға шалдыға бастайды. Маған көңіл бөл деп мына сананы дене өзіне сұрай бастайды. Қандай аурулар туындауы мүмкін одан кейін? Бас ауруы, давление, жүрек ауруы. Өзін-өзі тірек бола алмаған адам іштей сүйектері сынғыш болады. Қант диабеті стресстен пайда болады. Барлық ауру мидан басталады. Негізі өзімізге тілеп сұрап аламыз деп айтсақ та болады.